Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар, сіздермен Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда. Павлодарда көп қабатты тұрғын үйлерге ыстық су қашан беріледі? Алпауыт компаниясы нақты мерзімін мәлім етті. Обещают то сегодня, то завтра, то послезавтра, то еще когда-то. Ұрып соғып көлікпен басып өткен Павлодарда қанды қылмысқа қатысты сот отырысы басталды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұлттық қор балаларға жобасының қаражаты қайда жұмсалып жатқанын айтты. Павлодарда 4 аяқтылар мен олардың иелері қалалық саябаққа жиналып әсерлі шара өткізді. Такого плана мероприятия, они нужны для того, чтобы популяризировать, чтобы люди не боялись собак. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты, әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Павлодардағы гидравликалық сынақтардың қорытындысы бойынша 120 ақау анықталды. Естеріңізге сала кетейін, қаланың оңтүстік бөлігінде желінің беріктігі 28 шілде мен 1 тамыз аралығында, ал солтүстігінде 2 тамыздан 6 тамыз аралығында тексерілген. Ыстық су қашан беріледі? Толығырақ алдағы сюжетте. Естеріңізге сала кетейін, шаһардың оңтүстік бөлігінде жүргізілген сынақ қорытындысы бойынша желілерде 69 зақым анықталды. Олардың басым үлесі ішкі аумақтарда, ал солтүстік аумақта 51 ақау тіркелген. Осы орайда ыстық судың ұзақ уақытқа өшірілуі біршама қолайсыздық тудыруда, дейді шаһар тұрғындары. У нас нет воды уже больше недели. Греем чайниками, моемся. Обещают то сегодня, то завтра, то послезавтра, то еще когда-то. Если у кого-то дети маленькие, то, конечно, там уже это уже у них, как это идет, ну, тяжело без воды горячей, конечно. Ждем. Бұл ретте энергетика компаниясы ақау анықталған жерлерде ретке келтіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Сондай-ақ Павлодардағы үйлерде ыстық судың қашан болатынын айтты. По итогам испытаний в Южном сетевом... Ақаулар реттелген бетте көп қабатты үйлерге ыстық су жіберіледі. Болжам бойынша қаланың оңтүстік бөлігі 25 тамыз, ал солтүстік бөлік 28 тамыз деп белгіленіп отыр. Жүйе толтырылғаннан кейін қандай да бір ақау анықталса, аталған көп қабатты үйлер мәселе шешілгенге дейін ыстық судан қағылады. Тұрғындарға бұл туралы алдын ала хабар беріледі. Бекбол Мырзахан, Данил Аукенов, Расул Шерен, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда жас жігітті өлімші етіп сабап, артынша көлікпен басып кеткен. Еске салсақ, сәуір айында Ирбис телеарнасындағы сигнал жобасында марқұмның анасы ұлына жасалған қатыгездік туралы айтып берген еді. Максим Калина туған күніне санаулы күндер қалғанда қаза тапты. Ал оқиға бар болғаны ауыз екі жанжалдан басталған. Тергеу мәліметінше 4 сәуір күні Максим Калин айыпталушылардың бірінің көлігіне отырған, артынша көліктің екінші жолаушысы, яғни кейін жанжалға себепкер болған адам қосылған. Целинная көшесі 91 үйдің маңында олардың арасында жанжал шығып, арты төбелеске ұласқан. Сол жерде басылған кикілжің Моелдинская көшесінде жалғасады. Бұл жерде көлік жүргізушісі төбелеске араласқан. Екеуі жабылып Максимді ұрып соға бастаған. Кейін оны көліктің жүк салғышына салып, Суворов зиратына апарып тағы да ұрған. Болжам бойынша олар Максим полицияға шағымданады деп қорқып, оны өлтіруге бел болған. Жәбірленушіні темір жолшылар елді мекенінен алыс жерге алып барған. Көлік жүргізушісі сол маңда ес-түссіз емес, бірақ әлсіз жатқан Калинаны 4 дөңгелегімен басып өткен. Одан кейін көліктен түсіп, Калинаға қараған. Ол тіршілік белгілерін көрсетпеген соң, көлікпен оқиға орнынан кетіп қалған. Аталмыш қылмысқа қатысты көлік иесі мен марқұмды басып кеткен жігіттің ісі бүгін сотта қарала бастады. Соңғысы кісі өлтіргенін мойындады, бірақ бұл қылмыс алдын ала келісіп жасалғанын жоққа шығарып отыр. Екінші күдікті кінәсін мойындамайды. Оның адвокаты бүгін сотта қорғауындағы адамның жалғыз кінәсі қылмыс туралы дер кезінде хабарламаған екенін алға тартты. Айта кету керек, сол түн оқиға басында болған бойжеткенде төбелесті көрген, алайда ол іс бойынша тек куәгер ретінде өтуде. Бекбол Мырзахан, Артем Клевен, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар-Семей трассасында көлік апаты орын алды. Қарама-қарсы келе жатқан автомобильдер бетпе-бет соғылған. Екеуінің ішінде барлығы 6 адам болыпты. Жапа шеккендер ауруханаға жатқызылды деп хабарлайды Павлодар облысының полиция департаментінде. Толық мәлімет әлеуметтік желі жаңалықтарында. Жол апаты Шарбақты ауылынан 8 шақырым жерде болған деп хабарлайды irbiz.tv.kz. Медиктердің мәліметінше 37 және 61 жастағы екі ер адам тексерістен кейін ауруханаға жатудан бас тартқан. Ал зардап шеккен 4-еу 38 жастағы әйел, 10 айлық қыз және 9 бен 16 жастағы екі ұл бала Аққұла аудандық ауруханасына жеткізілген.
Павлодарда түнімен ұйқы бермеген ит иесіне көршілері шағымданған. Ер адам түнгі уақытта үруді әдетке айналдырып ұйқы бермейтіндігін жеткізген. Басқа жағдайда Мүткенов көшесіндегі үйдің тұрғындары 2 күн бойы қыңсылаған ит туралы ақпарат жеткізген, бірақ иесі олардың өтініштерін елемейді және жауап бермейді екен. Егер ит түнде шу шығарса, ол тыныштық туралы заңды бұзады деп жеткізді облыстық полиция департаментінде. Барлық құқық бұзушылықтар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Жекеменшік үйде тұрам. Итім көшеден өткен әр адамға түнде үрет. Сонда мен оған не істеуім керек? Біздің үстіміздегі көршіміздің балалары менің итімнен қатты шулайды. Енді не істеу керек? Иттерді үйде де тымылдырықпен ұстаймыз ба? Дүкеннен күнге не сатып аласыз? Бүгін Ербес арнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде пікір қалдырды. Бұл тарапта басым бөлігінің жауаптары ұқсас. Нан, тұз, су. Сүт, нан, тұз мысықтарға азық. Мына түрімен жақында нан мен сүтке де жетпейтін сияқты ғой, ақшам. Өнімнің төресі тақырыптық челленджі жалғасуда. Жаңа топтаманы назарларыңызға ұсынамыз. Сіздің бақшаңызда ірі немесе ерекше пішіндегі көкөніс, жеміс немесе жидек өссе. Фото бейнеге түсіріп, біздің WhatsApp телефонға жіберіңіз 8705 631 85. Еңбектеніп өсірген бау-бақша өнімдерін біз Ербес жаңалықтардан көрсететін боламыз. Ал өзге бағбандар бұған қарап, шынымен де өнімнің төресі деп айтады. Биосат жайқалған тамыз құрметіне көшеттерге 20% жеңілдік жариялайды. Бұл көшет сатып алып оларда отырғызып, алдағы күндеріңізді гүлге толы әсемдікпен әрлеуге таптырмас уақыт. Айдың соңына дейін үлгеріңіз. Ұсыныс уақыты шектеулі. Көшеттерді мына мекен жайлардан алуға болады. Павлодар қаласы Катаев көшесі 36 бөлшек 1, Екібастұз қаласы Әуезов көшесі 95А. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында Павлодар облысында 2,5 мыңнан астам кәмелетке толғандар жиналған қаражатты банк шоттарына аударған. Сонымен қатар 18-ге толған жастар мемлекеттік демеуді білім беру ақысын өтеуге де жұмсаған екен. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының филиалдарында мәлім етті. Айта кету керек, ел азаматы болып табылатын барлық балаларға жыл сайын инвестициялық табыстың 50% есептеледі. Қазақстан бойынша ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 2025 жылы әр балаға жалпы $129 аударылған. 2 жылдан бері қатысып келе жатқан балалардың жинақтарының жалпы сомасы $232-ға ұлғайды. 18 жасқа толғанша бұл сома жинала береді. Жалпы Павлодар облысында кәмелетке толмаған 200 мыңнан аса жасөспірім болса, оның ішіндегі 10 мыңнан аса адам биыл 18-ге толмақ. Сәйкесінше бірнеше жылда жиналған заңды қаражатты рұқсат етілген мақсатта қолдануға құқылы. Осы күні өтініш білдіргендер бойынша статистика белгілі. Қазіргі таңда ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында жиналған қаражатты қолдануға қатысты 4141 өтініш келіп түсті. Оның ішінде 2600 бала бұл қаражатты екінші деңгейлі банк шоттарына аударып алды. Негізіне баспана алу немесе баспана қорына жинақтау мақсатында. Сонымен қатар кәмелет жасқа толғандар ұлттық қордан жиналған қаражатты білім беру төлеміне де жұмсай алады. Бұндай бағытты 1600 облыс тұрғыны таңдаған көрінеді. Айту керек, әрбір ата-ана балаларына бөлінген қаражаттарды ұлттық қор балаларға бағдарламасының ресми сайты kids.npf.kz-ге кіріп, жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, тексере алады. Дархан Бекешев, Ольга Шкрет, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстанда жұмыс істейтін әйелдер саны арта түсті. Жыл сайын еңбекке қабілетті азаматтар қатарында нәзік жандардың көрсеткіштері өсіп келеді. Сарапшылардың мәліметтер жайлы бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекішев айтады. Әріптес, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, әріптес. Армысыздар. Ағымдағы жылдың 1-90 қорытындысы бойынша жұмыспен қамтылған отандастарымыздың саны 9,3 миллион адамды құрады. Былтырғыдан 1,3%-ға көбірек деп хабарлайды Finprom.kz. Оның ішінде 4,5 миллион әйелдер екен. Бұл жалпы көрсеткіштің 48,3%-ын құрайды. Бір жыл ішінде жұмыс істейтін нәзік жандардың саны 1,8%-ға арта түсті. Аймақтарға тоқталса, ең көп әйелдер Алматыда жұмыс істейді екен, саны 573.600 адам.
Ең төмен статистика Ұлытау облысында. Ол жақта жұмыс істейтін 39.900 әйел бар. Егер біздің Павлодар облысы жайлы айтса, өңіріміз гендерлік теңдік бойынша ең жоғары статистиканы көрсетуде. Аймағымызда ресми түрде жұмыс істейтін 193.500 ер адам және 191.100 әйел адам тіркелген. Айырмашылығы бар жоғы 1,3%. Ал Астана, Алматы, Шымкент және Атырау қалаларында жұмыс істейтін әйелдердің саны ер адамдардан көбірек екен. Өзге тақырыпқа ауысайық. Павлодарда алғаш рет халық базары дүкені дәптерлерді тегін таратуда. Мектепке тиімді дайындалыңыздар. Тамыз айынан қыркүйектің 10-на дейін кеңсе тауарлардың барлығына көтерме сауда бағалары ұсынылуда. Клиенттерге дәптерлер тегін, қалам, альбом, қарандаштар және өзге тауарлар тиімді бағамен ұсынылуда. Төлемақысы QR және бөліп төлеу арқылы қолжетімді, ыңғайлы және артық төлемдеген жоқ. Ақшаңызды үнемдеудің бұндай мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Оқу жылына дайын болыңыздар. Онлайн тапсырыс беріңіздер немесе дүкенге келіңіздер. Мекенжайы Академик Шөкин 99/1. Байланыс телефондары экранда көрсетілген. Халық базары дүкендерінде мектепке бірге дайындалайық. Ральф Рингер аяқ киімдер салондарында ерлер мен әйелдерге арналған жаз мезгілінің сұрыпталымы ұсынылуда. Ортопедиялық ұлтарақ жайлылық пен беріктілігі аталмыш брендтің ерекшелігі деп айтуға болады. Еуропалық өндірушінің сәнді әрі ыңғайлы аяқ киімдері көңіліңізден шығады. Салонда бөліп төлеу де қолжетімді. Ральф Рингер дүкендері Тұлпар сауда үйінің 221 бутигінде, Артур 2-де 356 бутикте және ескі орталық Әмбебап дүкенінің 22 бутигінде орналасқан. Сондай-ақ Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутикке баруға болады. Жаңа оқу жылына Глассман дүкенімен бірге дайындалуға болады. Мектеп формасының сан алуан түрлері бар. Сапасы жоғары материалдан жасалған киімдер жақсы киіс береді, ал қыздарға арналған үлгілердің ішінде плюс сайз өлшемдері де бар. Глассман дүкені Академик Сатпаев 130 Сити Центр сауда үйінің 2-ші қабатында орналасқан. Бутик таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 543 теңге, евро 632 теңге, ал рубль 6 теңге 75 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы. Сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Бұралқы иттер, мас адамдар, топ болып жиналған күдікті жандар Шарбақты көпірі маңындағы бау-бақша иелеріне маза бермеуде. Айтуларынша, күнде жалғыз аяқ жолды үреймен жүріп өтеді екен. Сонымен қатар жаяуларға арналған көпір үстімен өтетін өткелде жарамай қалған. Мініп түсу мүмкін емес көрінеді. Көрермен барлығын бейнеге түсіріп, мобильді қосымша айдарына жіберді. Көрейік. Ассалаумалейкум. Мынау Шарбактинский мост міне. Біз ар жағында фрегат, миллилатор деген дачада тұрамыз міне. Мұнан астымен жүргізбейді, мысалы. Біз мұнан астымен жүгіріп өтеміз, бірден енді заң бойынша тоже болмайды ғой негізі. Бірақ мұнан үсті міне бычыт болып отыр. Міне мына жердегі міне лестница жоқ, мысалы. Біз астымен келейік, мысалы, міне астымен келдік та, мына жерде лестницаға мініп, ар жағында тағы да лестница тұр, түсуге болады. Но міне лестница жоқ. Вообще міне. Мына үсті көтерілмейсің. Ананың үсті кәдімгіндей сынып атыр. Ойық, жырық. Мына шөптері міне былтыр жаздым, тағы да былтыр одан кейін шөптерін шапты. Қазір шөптерін шабылмаған, тағы да шық болып атады, бычыт болып мысалы. Қыстың күні боранда тоже қиын мына жерде. Ана жерден не? Астына қарай резко түсіп кетесің, бері қарай құлап кетуге мүмкін. Осыны бір қарасаңыздар міне. Бірден, екіншіден, сосын мына жерде міне ар жағында магазин тұр, Шарбактинский мостқа үстіне шығып келе жатқан оң жағында. Сол жерде алқаштар көп отырады. Ол общественный место, постоянно. Таңертең барады, сол жердің аяқтарын алады, отырады мен. Мына талдардың арастарында отырады. Біз постоянно осы жер тропинкамен өтеміз міне. Қазір міне машина тұр, өткізбей жатыр мысалы. Соны осыны қолға алсаңыздар. Бедная улица Лермонтова, вот такой бардак, уже который день в одном состоянии все. Вот такой бардак. Когда это закончится? Минное поле. Там пусть акимат как-то разберется. Как будто здесь ничего не делают. Этот бардак постоянно стоит. Уже надоело по пыли ходить. Перекресток Викторова, Мира.
трамвайная остановка в сторону Химгородку. Вот такие вот провода. Детское любопытство не имеет границ. Район Квазара, посмотрите. Слов нет, конечно. Контейнер для сбора ртуть-содержащих ламп превратили в контейнер для сбора пластиковых и стеклянных бутылок. Дожились. Позорище. Вот это дом Нуркина 70. Видите, какой бардак. Здесь дорожку сделали пешеходную для людей. Но столько мусора, что ходить невозможно. Куда смотрит КСК? Велосипедтер, самокаттар, балалар арбалары немесе ескі дивандар, павлодарлықтар кіреберістерге осындай неше түрлі заттарды қалдырып кетіп жатады. Алайда бұл заңға қайшы. Ереже бұзғандар қомақты айыппұл арқалауы мүмкін. Көлемін коммуналдық ақпардан білеміз. Кіреберіс бәріне ортақ аумақ екенін естен шығармауымыз керек. Жеке заттарды тек арнайы жабдықталған қоймаларда ғана сақтауға рұқсат етілген. Ал баспалдақ алаңдарын қойма ретінде пайдалану ереже бұзушылық болып саналады. Жер сілкінісі не өрт сияқты төтенше жағдай туындаса, бөгде заттар эвакуация жолында кедергі келтіруі мүмкін. Сол себепті тіпті гүл салынған құмыралардың өзі тыйым салынған заттардың қатарына жатады. Өз қауіпсіздігіңізді тәуекелге тігіп жүрмес үшін кіреберістерді артық заттардан тазартыңыз. Егер көршілеріңіз ортақ кеңістікті қоқысқа толтырып жатса, бұзушылықтарды тіркеп басқарушы компанияға ресми өтінішпен жүгіну қажет. Бірінші рет ескерту не 78.500 теңге көлемінде айыппұл салыну мүмкін. Ал бір жыл ішінде қайталанса, айыппұл мөлшері 118.000 теңгеге дейін жетеді. Сондай кіреберісте жанғыш заттарды сақтау фактісі тіркелсе, төтенше жағдай департамент тарапынан 59.000 теңге көлемінде жаза қарастырылғанын ескерген жөн. Ал жоспарлы жұмыстар кестесіне көз жүгіртсек, тамыздың 12-сі Естай 95 мекенжайында электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін жарықсыз қалады. Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Дара тұлғаның туған күніне орай ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Салтанатты шарада біздің тілшімізде болып Абайдың әндерін көпшілікпен бірге шырқады. Қазақ халқының дана тұлғасының 180 жылдығына орай аймақ басшысы мен зиялы қауым өкілдері ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Ағартушының сөздері бүгінде қанатты сөздерге айналса, ақынның бірқатар музыкалық шығармалары халық арасында кеңінен танылған. 19 ғасырда өмір сүріп, 21 ғасырда сөз сөйлеген данышпанды біз әлемге дәріптеуіміз керек деді. Абаймен мақтанымыз керек деді. Абайсыз біз ел бола алмаймыз. Абайсыз тіліміз апара алмаймыз. Абайдың барлық мұрасы бір ғана оның поэзиясы, оның музыкасында. Абай күні бұл жай ғана мереке ғана емес. Бұл күні қазақ халқының бай рухани мұрасы ұлықталып дәріптеледі. Мұнда жиналғандар Абайдың өлеңдерін шырқап, ұлы ақынның өшпес мұрасы келесі ұрпаққа да аманат екенін еске салды. Ал мереке кітапхана, мәдени орталықтарда жалғасын тапты. Онда әдеби кештер, көрмелер мен тақырыптық дәрістер өтті. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда 4 аяқты достарымыздың мерекесі ұйымдастырылды. Дог-патиге қатысу үшін үй жануарлары мен иелері қалалық саябаққа жиналды. Олар көңілді ойындар мен конкурстарға қатысып, тәтті сыйдалды. Дог-пати мерекесіне әртүрлі тұқымдағы иттер жиналды. Олардың арасында салмағы 80 килограммға жеткен алып иттер де кездесті. Сонымен қатар чемпиондық атағы бар 4 аяқтылар да бар. Бағдарлама бойынша таныстыру, қызықты ойындар мен конкурстар ұйымдастырылды. Мәселен 4 жасар Арагон есімді мопс көрмелерге жиі қатысады. Иесінің айтуынша бұл тұқымдағы итті асыраудың қиындығы жоқ. Собака умная. Мопс ақылды, дұрыс тамақтанса өте белсенді ит. Оларды тәрбиелеу, өсіру мүмкін емес деп жатады. Мен олай деп ойламаймын. Уақытында екпесін салдырып, дұрыс күтім жасаса керемет досқа айналады. Біз көрмелерге жиі қатысамыз. Бұл мопс Қазақстан және Молдова чемпионы. Ондаған иттің иелерінің айтуынша мұндай шаралардың маңызы зор. Олар әр 4 аяқтыға жауапкершілікпен қарау керек деген пікірді ұстанады. Айта кетсек, ерекше кездесу дәстүрге айналып үлгерді. Ол әлі де жалғасын табар анық. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Оралда дзюдодан Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті. Павлодарлық Руслан Қаңтарбаев 100 келіге дейінгі салмақта жеңімпаз атанды. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз.
Жүздеген жас заңгерлер мен экономистер күн сайын жұмыс іздейді, ал елімізге білікті жұмыскерлер қажет. Мен ток іресі бойынша өндірістік оқыту шеберімін. Ақсу Қара металлургия колледжінің түлегімін. Мен ток іресі студентім. WorldSkills'те қатысып, ержі мен Қазхром арқасында Мәскеуде халықаралық тәжірибені өттім. Мен дәнекерлі ісінің студентімін, және жатақханада тегін тұрам, 40 000 теңгеден астам стипендия аламын. Мен болашақ электромеханикпін, және де қосымша VR мамандығымен айналысамын. Болашақта жоғарғы оқу біліміне түсуді жоспарлаймын. Мен болашақ металлургпын. Мен Ақсу ферроқорытпа зауытында жоғары тәжірибені өтіп, болашақта сонда жұмысқа орналасамын. Ақсу Қара металлургия колледжінде 12 мамандық бойынша дайындайды. Студенттер өз дағдыларын зауыт станоктарымен жабдықталған шеберханаларда шыңдайды. Түлектер лайықты жалақысы мен тартымды әлеуметтік жеңілдіктері бар өнеркәсіптік кәсіпорындарға жұмысқа тұрады. Сіздерді ERG-де күтеді. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771 425 7002, 8771 475 7002. Қазақстанмен жақын шетелдердің мықты спортшылары Маңғыстауда бас қосып, Кикушинкайдың қатаң әрі ымырасыз стилінде үздіктерді анықтады. Бұл додада павлодарлықтар татамиде нағыз мінез көрсетті. Алтын медальда Неля Кенжекова мен Хафиза Ерқасымқызы жеңіп алды. Қос ары турнир бойы сенімді өнер көрсетіп, финалда қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмады. Күміс жүлде Ясмин Дүйсенбенова, Айыр Вақан, Максим Демиденко және Ерената Юзееваның еншісінде. Ал Жасмин Қалиева мен Бақтия Етекбаева құрама қоржынына қола медаль салды. Олар табанды күресте өз шеберліктерін дәлелдеп, болашақта үлкен жеңістерге лайық екенін көрсетті. Бұл уақытта павлодарлық Ерс футбол клубы Алматы қаласында КАС командасын ірі есеппен жеңді. Сырт алаңдағы кездесу оңай болмай, басында жерлестеріміз жеңіліп жатқан еді. Дегенмен табанды күресіп, маңызды 3 ұпайға қол жеткізді. Бірінші лига 17-ші тур аясында КАС павлодарлық Ертісті қабылдады. Біздің стадионда жерлестеріміз аталмыш қарсыласты 1-0 есебімен жеңген еді. Сондықтан осы жолы алаң иелері реванш алудан дәмеледі. Нәтижесінде КАС жылдам гол соғып, 22-ші минутта бұл нәтижені еселей түсірді. Осылайша біздің жігіттер 43-ші минутқа дейін 2-0 нәтижесімен есе жіберіп жатып, қайсар мінезділік танытады. Оған қоса Максим Федин жарақат алып, алаңға Смаилов шығады. Командамыздың үздік сұрмергені бірден қарсылас қақпасына доп кіргізеді. Шабуылшыға қарсы ойын ережесі бұзылып, ол пенальти соққысын сәтті орындайды. Таймның соңғы минуттарында Нұрғайни Бөрібаев қақпашының алыс бұрышына дәл тиіп, есепті теңестіре біледі. Жас ойыншының бұл голы маусымдағы ең әдемілердің бірі десек артық емес. 64-ші минутта Абинур Нұрымбет Владислав Васильевке нәтижелі пас беріп, қорғаушы 3-ші гол соғады. Кейін Мирам Кикбаев пен Арман Кейнесов те нәтижелі соққылармен көзге түсіп, ірі есепке дейін жеткізеді. Қорытынды 2-5. Осылайша Ертіс қарсыластың тас талқанын шығарып, жеңісті жұлып алды. Айту керек, Ертіс турнир кестесінің көшбасшылары Каспий командасынан тек 2 ұпайға ғана қалып келеді. Екінші орындағы павлодарлық ұжымның еншісінде 39 ұпай. Келесі ойында Ертіс 15 тамыз күні Павлодарда Жетісай клубына қарсы өткізеді. Шахматтан Қазақстан кубогы тартысты әрі шиелі институтте чемпионаттың ертіс үміттері деп аталатын 5-ші кезеңін Павлодар қаласы қабылдап отыр. Жарыста 14 жасқа дейінгі 200-ден астам шахматшы өз шеберліктерін сынап жатыр. Жүлделер жеке есепте сарапқа салынып, командалық біріншіліктің де қорытындысы шығарылады. Бұл турнирде басты фавориттер Астана қаласының өкілдері. Алайда алғашқы үштікке павлодарлық ойыншылар мен Шымкенттен келген дарындар да үміт артып отыр. Жеңімпаздар тек соңғы турда ғана анықталмақ. Кейбір санаттарда көшбасшылыққа бірнеше қатысушы таласуда.
Бұл уақытта Павлодарда Ермек Қапеновті еске алуға арналған 3x3 форматындағы баскетболдан дәстүрлі жарыс өтті. Дода биыл алғаш рет республикалық деңгейде ұйымдастырылып, 18 жасқа дейінгі командалар кубок үшін таласты. Ертіс Баян өңірінде баскетбол дамуына елеулі үлес қосқан тұлға Ермек Қапеновті еске алуға арналған алғашқы турнир биыл 5-ші рет өткізіліп отыр. Олимпиадалық спорт түрі атанған 3x3 баскетболын дамыту мақсатында жарысқа 18 жасқа дейінгі құрамалар қатысуда. Биыл дода республикалық мәртебеге ие болды. Мы начинали с ними играть в баскетбол. Ермек Қапенов екеуміз баскетболды 90 жылдары бірге ойнап бастаған едік. Өңірімізде стритболдың негізін қалаған бапкерлердің бірі 3x3 форматындағы баскетбол, ол кезде стритбол деп аталатын. Ермек бұл спорт түрінен Қазақстанның алғашқы чемпиондары қатарында болған. Негізгі қатысушылар облыстық командалар еді. Жалпы кубок үшін 16 команда күресті. Павлодардан басқа Семей, Екібастұз, Ақсу қалалары. Сонымен қатар Успен және Шарбақты аудандары ұжымдары тіркелді. 3 на 3 намного быстрее, намного динамичнее. 3x3 ойнаған әлдеқайда жылдам, жай баскетболда командалық әрекеттің рөлі зор, ал бұл жерде жылдам қозғалып көбірек соққы жасасаң, жеңіске тезірек жетесің. Ойыншының жекелей қасиеттері де септігін тигізуі мүмкін. 3x3 форматындағы турнир бәсекесі мықты болды. Дода жыл сайын республикалық деңгейде ұйымдастырылып отырып, спорттық күнтізбеге кірді. Басты мақсат олимпиадалық командаға жаңа буынды тәрбиелеу. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары осындай. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бекбол Мырзахан. Жақсы күндерде жолыққанша.